Қайырлы күн балалар. Бүгін бізде қоршаған ортамен танысу сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Балалар, көңіл күйіміз көтеріліп, сабаққа дайын болсақ, онда жаңа сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы өмірлері өнеге болған ұлы адамдар. Сабақтың мақсаты тарихи тұлғалардың және белгілі батырлардың рөлін түсіндіру. Қазақ елінің мақтаныштарымен таныс бол. Бірінші қатардағы бірінші суретте Абай Құнанбайұлы, қазақтың ұлы ақыны, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы. Ыбырай Алтынсарин Торғай өңірінен ең алғаш балаларға мектеп ашқан педагог, ақын. Педагог дегеніміз балалар, мұғалім деген ұғымды білдіреді. Шоқан Уәлиханов саясатшы. Екінші қатарда балалар Ұлы Отан соғысының батырларының суреті тұр. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры. Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова қазақ халқының мақтаныштары. Мәншүк Мәметова Ұлы Отан соғысы кезінде пулеметші болған. Рақымжан Қошқарбаев Ұлы Отан соғысының жеңіс туын тіккен қазақ азаматы. Үшінші қатардағы суретте балалар ханымыз бен батырларымыздың суреті тұр. Абылай хан қазақ тарихындағы ең керемет, тарихта аты қалған хан болған. Бөгенбай, Наурызбай, Қабанбай, Сыпатай деген қазақ елінде кереметтей қолбасшы батырларымыз көп болған. Осы батырларымыз елі үшін жаумен соғысқан ержүрек, қайтпас, қайсар, әділ және тапқыр адамдар болған. Балалар, мына суретте осы батырларымыздың қаруларын көріп тұрмыз. Қылыш, садақ, айбалта, шоқпар, қалқан, найза. Балалар, сендерге тапсырма, осы батырларымыздың қаруларының суретін салып, түсті қаламмен бояп және аттарын атаңдар. Балалар, мен сендерге қазақ елінің мақтаныштарының ішіндегі Абай Құнанбайұлын ерекше атап өткім келіп тұр. Балалар, біз жыл бойы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын тойлап келеміз. Дара Абайдың шығармалары, өлеңдері, қара сөздері өте көп. Сендер жоғарғы сыныпқа барғанда Абай Құнанбайұлының өмір баянымен, шығармаларымен, қара сөздерімен, өлеңдерімен танысасыңдар. Балалар, мен сендерге Абай атамыздың жазғы тұр өлеңін бір шумағын айтып бергім келіп тұр. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, ата-анадай ел жүрер күннің көзі. Балалар, мен осы эстафетаны өздеріңе жолдаймын. Балалар, бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады ма? Не түсіндіңдер?